Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласы Қаншатбаев атындағы орта мектеп тарих пәнінің мұғалімі Байкубесова Алтынкүл Төлегенова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шоқан Уәлихан, қазақтың аса көрнектісі, ғылыми әрі ағартушысы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Шоқан Уәлихановтың ғылыми зерттеулерінің тарихи құндылықтарын анықтау. Шоқан Уәлиханов 1835 жылы Құсмұрын бекінісінде дүниеге келген. Оның шын аты Мұхамбет Ханапия, еркелетіп Шоқан деп атаған. Шоқанның балалық шағы табиғатты көркем Құсмұрын Сырымбетте өткен. Шоқанның ата-бабалары атақты сұлтан әулетіне жатады. Оның арғы бабасы Абылай хан. Шоқан Құсмұрындағы мектепте оқып, араб, парсы, шағатай тілдерінің негізін үйренді. Болашақ жас ғалымның дүниеге көзқарасын қалыптасуына жиі қонаққа келетін орыс зиялылары мен зерттеушілер ықпал етті. 1847 жылы Шоқан небәрі 12 жаста омбы кадет корпусына оқуға түседі. Бұл оқу орны Сібірдегі жоғарғы білікті мұғалімдер жиналатын таңдаулы оқу орындарының бірі болатын. Шоқан алғашқы жылдары өзінің оқуға қабілетіне, білімділігін танытты. Ол әскери пәндерді, сондай-ақ жалпы білім беретін басқа да пәндерді де, шет тілдерді де зор ынта қойып, құмарлана оқыған болатын. Кадет корпусында Шоқанмен бірге оқыған Капустин ол туралы былай деп жазады. Шоқанның көрнекті аса сымбатты болды. Бет әлпеті оның қайырымдылығы мен бекзаттылығы мен айқын танытып тұратын. Шоқан өз кезегінде жан-жақты аса тереңді білімді адам болды деп жазған. Сонымен қатар Шоқан кадет корпусын көрнекті шенімен бітіргеннен кейін Сібір қазақ әскерлерінің қызметке жіберілді. Көп ұзамай Батыс Сібір генерал-губернаторының адъютенті болып тағайындалды. Шоқан Уәлихановтың ғылыми зерттеулері. Тамаша білім алып шыққан жас ғалымның түрлі ғылыми экспедицияларға белсене қатысты. Бұл жөнінде ол омбыда оқып жүрген жылдары армандайтын. Қазақ даласында және онымен бірге шекаралас жатқан елдерді аумағын, ондаған халықтардың тарихы мен жағдайларын жақсы білетін. Шоқан орыс зерттеушілері де қатты қызығып, оның көмегіне мұқтаж болатын. 1858 жылы, 1859 жыл аралықтарындағы Шоқан атақты Қашқария сапарына барып келді. Шоқанға дейін ол өлкеге бірде-бір зерттеуші барып қайтпаған және сәті де түспеген. Шоқан Уәлихановтың Қазақстан тарихындағы алар орны ерекше. Оның ғұмырындағы соңғы жылдарындағы Тезек Сұлтан ауылындағы өтті. Ол мұнда ұлы жүз хандарының өмірі мен тарихи этнографиялық материалдар жинаумен шұғылданды. Аса көрнекті қазақ ғалымы әрі ағартушы Шоқан Уәлиханов небәрі 1865 жылы ұзаққа созылған аурудан қайтыс болады. Шоқан Уәлиханов Қазақстан, Орта Азия халықтарының тарихи мәдениетін зерттеуге орасан үлес қосты. Аса көрнекті қазақ ғалымы мен өте ауқымды ғылыми шығармаларлық мұра қалдырды. Оның Абылай, қырғыз туралы жазбалар, ыстық күнделігі және тағы да басқа еңбектері өте құнды болып саналатын. Шоқанның Қазақстан, сондай-ақ Орта Азия халықтарының өмірімен сан алуан суреттер салып, ол қазақ алғашқы кәсіби суретшісінің бірі болды. Оның 150-ден асты суреттері бар. Қорытындылай келе, Шоқан Уәлихан өз ғұмырының ең соңғы күндеріне дейін отанын жан тәнімен сүюге нағыз патриоты болды. Оның еңбектерін бүкіл дүниежүзі жоғары бағалады. Бүгінгі ұрпақтары оған дейін зор құрметтің белгісі ретінде Қазақстан қалаларының бірнеше көшелері Шоқанның есімімен аталады. Соған орай Шоқанға ескерткіштер қойылды. Бүгінде Шоқан Уәлихановтың өмірі мен қызметі егемен еліміздің жастары үшін тамаша үлгі өнеге.